Саламатсыздар. Бүгін инженерлік механика пәнінің кезекті дәрісі ұсынылады назарларыңызға. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз жаңа тарау бастаймыз, яғни жазық қиманың геометриялық сипаттамалары. Сонымен осы уақытқа дейін көлденең қиманың тек қана ауданымен ғана геометриялық сипаттама ретінде біздер созылу сығылу деформация кезінде қарастырдық. Енді келесі деформацияға өткенде бұралуға немесе иілуге, беріктікке, қатаңдыққа зерттеу үшін тек қана қиманың ауданы жеткіліксіз. Сондықтан оған қосымша геометриялық сипаттамалар қажет. Сонымен бүгін солармен танысайық. Бұл үшін кез келген көлденең қима алайық. Осы қиманы элемент координат системасына орналастырайық. Осы қимадан элемент араудан бөліп алайық. Осы элемент арауданның бөліп алайық. DF элемент арауданның. Осы элемент арауданның координат системаға байланысты координаталарын көрсетейік. Алдарыңызда тұр суретте. Сонымен бірінші интегралды қарастырайық. Бірінші интеграл статикалық x және y осіне қатысты статикалық моменттер деп аталады. Өлшем бірлігі ұзындықтың үшінші дәрежесімен өлшенеді. Келесі интегралды қарастырайық. Яғни бұл жерде инерция моменттері болып табылады. X осіне қатысты өстік инерция моменттері және y осіне қатысты өстік инерция моменттері. Өлшем бірліктері ұзындықтың төртінші дәрежесімен өлшенеді. Бұл жерде сонымен қатар келесі интегралды байқасаңыздар, индексі 2 қос индекспен көрсетілген, бұл центрден тепші инерция моменті болып табылады. Кейін мына суретте көрсетілген координат бас нүктесінен элемент арауданға дейінгі қашықтық қарастыратын болсақ, бұны ρ радиус вектор деп белгілеп, осы радиус вектордың мәнін координаттар арқылы жазатын болсақ, біз келесі интегралды анықтай аламыз. Яғни бұл жерде полярлық инерция моменті болып табылады. Енді орнына мәнін қойып есептейтін болсақ, координаттар арқылы жазатын болсақ, оның мәні осы өстік инерция моменттерінің қосындысына тең болып отыр. Яғни барлық инерция моменттерінің өлшем бірліктері ұзындықтың төртінші дәрежесімен өлшенеді. Енді бұл жерде айтып кететін, неге интегралды қарастырып отырмыз? Біз тек қана бір элемент арауданды ғана қарастыра алмаймыз. Бүкіл қиманың бетін қарастыру үшін әрине интеграл аудан бойынша интегралды қарастырып отқанымыз. Енді мына қарастырып отқан денеміздің ауырлық центріне келейік. Ауырлық центрі статикалық моментке және қиманың ауданына тікелей байланысты. Егер біздер күрделі қима қарастыратын болсақ, міндетті түрде осы күрделі қиманы бірнеше қарапайым қималарға бөлуіміз керек. Сосын әр қайсысының ауырлық центрлерін анықтап, келесі формуламен бұл кез келген күрделі қиманың ауырлық центрінің координаталарын анықтай аламыз. Алдарыңызда тұр. Бұл жерде статикалық моменттері нөлге тең, ал статикалық моменттері нөлге тең осьтер орталық осьтер деп аталады. Егерде қимада параллель бірнеше осьтер жүргізетін болса, сол параллель осьтерінің тек қана біреуі ғана орталық бола алады. Сонымен қарастырып отқан қиманың ауырлық центрі осы орталық осьтердің қиылысу нүктесі болып табылады. Егерде күрделі қима, жаңа айтып жатырмын, күрделі қима қарастырған кезде тәртібі былай. Бірінші қиманы қарапайым қималарға бөліп алып, координат системасын таңдаймыз. Сосын әрбір бөлінген қарапайым қиманың ауырлық центрінің координаталарын осы формулаға қойып анықтай аламыз. Жалпы күрделі қиманың ауырлық центрін анықтауға мүмкіндігіміз болады. Сонымен мынандай бір мысал қарастырайық. Бұрыштық қима қарастырайық. Бұрыштық қима өлшемдері алдарыңызда тұр. Осы бұрыштық қиманы екі төртбұрышқа бөлу арқылы екі төртбұрыштың ауырлық центрлері белгіленген. Мына жерде суретте барлығы толықтай көрсетіліп тұр. Осы әрбір төртбұрыштың бірінші және екінші төртбұрыштың координаталары көрсетіліп отыр және аудандарын есептелдік. Сонымен қатар екінші төртбұрышқа қатысты координаталары және аудан есептейсек,
Одан кейін осы мәндерді әкеліп жоғарыдағы формулаға салатын болсақ, бірінші абсциссасын анықтайтын болсақ, жалпы күрделі қиманың ауырлық центрі келесі формуламен орнына қойып есептеу барысында оның мәні анықталды. Келесі енді ординатасын анықтайтын болсақ, келесі формуламен анықтап, оның да мәнін есептеуге болады екен. Сонымен кез келген күрделі қиманы міндетті түрде қарапайым фигураға бөліп, қималарға бөліп, координат системасын таңдап, сол координат системасындағы әрбір қиманың ауырлық центрінің координаталарын осы формулаға қою арқылы біз оның жалпы күрделі қиманың ауырлық центрін анықтауға мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар, ары қарай. Енді байқап отырсыздар, бүкіл статикалық моменттерде, инерция моменттерде қарастырып отқан қимаға жүргізген координат системасына тікелей байланысты екені. Егер де осы координат системасын өзгерткен жағдайда, олардың мәндері де өзгеретіндігін байқаймыз. Енді соларды бірінші осьтерді параллель көшіргендегі инерция моменттерінің және статикалық моменттер қалай өзгереді деген соған көз жүгіртейік. Сонымен қиманы қарастырайық. Осы қимаға x1, o1, y1 координат системасын бекітейік. Элементар ауданын бөліп алайық. Осы элементар ауданның координаталарын көрсетейік. Енді әрбір координатаны, мысалы x1 координатасын a арқашықтығына параллель көшіріп, жаңа x2 өсін алайық. Y координатасын b арқашықтығына параллель көшіру арқылы екінші y2 координатасын алайық. Енді егер де берілген суретті, чертеж дейміз, схемамызды өте дәл салатын болсақ, әрине бұл координаталарды анықтауға бізге осы суретіміз көмектеседі. Сонымен егер де жаңа координатаға көшетін болсақ, алдарыңызда тұр жаңа координаталар. x2 дегеніңіз ескі координатамен жаңа жылжыған арақашықтық, сол сияқты екінші координатада y1 координатамен жылжыған арақашықтығының қосындысына тең болады. Енді әкеліп интегралымызды x өсіне қатысты интегралды толық егер есептейтін болсақ, алдарыңызда оның қалай өзгергенін көріп отырсыздар. Яғни ескі координатаға қатысты статикалық моментпен ана AF арақашықтығына көбейтіндісіне болатын шамаға өзгеріп отырғанын көресіз. Сол сияқты осыған сәйкес екінші координатаға жазатын болсақ, мұны алдарыңызда y2 өсіне қатысты статикалық моменттің қалай өзгергендігін көріп отырсыздар. Енді осы жерде бір тұжырым айтуға болады. Сонымен осьтерді параллель көшіргенде қиманың статикалық моменттері жылжыған арақашықтықпен ауданның көбейтіндісіне тең шамаға өзгеріп отырғанын көріп отырсыздар. AF және BF. Енді осы жаңа координаталарды пайдалана отырып, біз осьтік инерция моменттерін анықтайық. x2 және y2 осіне қатысты осьтік инерция моменттерін анықтайтын болсақ, алдарыңызда өрнегі үш мүшеден тұратын өрнек. Яғни x1 және y1 осіне қатысты статикалық моменттер және инерция моменттер арқылы анықтауға болады екен. Сонымен қатар центрден тепіш инерция моментін анықтайтын болсақ, мына екі координатаның мәндерін бір-біріне көбейту арқылы жақшаны ашып, әрбір жақшан интегралдың ішіне тұрған мәндерді жеке интеграл, аудан бойынша жеке интеграл ретінде қарастырып, олардың мәндерін өздерінің статикалық және центрден теп инерция моменттері арқылы анықтайтын болсақ, келесі 4 қосындыдан тұрады, қосылғыштан тұрып тұр. Енді осы жерде мынандай шарт қойып ықшамдауға болады. Яғни бастапқы x1, y1 осьтері ол орталық осьтер болсын. Яғни O1 нүктесі осы қарастырып отырған қиманың ауырлық центрі деп алатын болсақ, яғни осы осьтерге қатысты статикалық моменттер нөлге тең. Сонда біздің жалпы кез келген қиманың параллель көшірген кездегі формуласы мұны алдарыңызда тұр. Осьтердің параллель көшірген кезде осьтік инерция моменті осы жылжыған арақашықтықтың квадраты мен ауданның көбейтіндісіне тең шамаға өзгереді. Ал центрден тепіш инерция моменттері осы жылжыған арақашықтықтарды
оған қоса ауданды көбейту арқылы біз қаншаға өзгеретіндігін көре алады екенбіз. Енді осы тақырыпта бір мысал қарастырайық. Төртбұрыш алайық, қабырғалары Б және H болатын төртбұрыш. Элементар осы төменгі осьтен қабырғасынан X арақашықтығында жатқан координат системасына бекітейік, және төменгі арақашықтықтан X-тен Y арақашықтығына жатқан бір DF қимасын жүргізіп, осы қимаға байланысты осьтік инерция моменттері және ауырлық центр арқылы өтетін осьтер арқылы осьтік инерция моменттері қалай анықталады екен, соған көңіл бөлейік. Сонымен бірінші X-ке қатысты анықтайтын болсақ, осьтік инерция моменттері келесі интегралдың аудан бойынша болғанда X-ке қатысты бұл 0-ден жаңағы биіктікке дейінгі арақашықтық, яғни интегралды анықталған интеграл ретінде жаза аламыз. Жоғары төменгі шегі жазу арқылы оны нақты мәніне тең екендігін көріп отырсыздар. Сол сияқты Y-ге қатысты инерция моментінде анықтай аламыз. Бұл жерде жаңағы Y-тегі ауытқуы бұл 0-ден B-ға дейінгі арақашықтық, сондықтан оның да мәнін есептеп алдарыңызда көрдік. Яғни бұл төртбұрыштың қабырғалары арқылы өтетін осьтерге қатысты инерция моменттерінің мәндері. Енді егер де біз ауырлық центрін анықтайтын болсақ, міне осы ауырлық центрінен жүргізетін болсақ, осы жерде X және Y мәндерін анықтайтын болсақ, X дегеніңіз осы табанның жартысы болып, ал Y дегеніңіз биіктіктің жартысы. Енді қарап отырсаңыз, X мен X осьтері олар параллель көшірілген, сондықтан оның мәндерін әкеліп X-ға қатысты осьтік инерция моментін анықтау үшін X-ке қатысты осьтік инерция моментпен ана Y арақашықтығының квадраты мен ауданға көбейту арқылы мына жерде бірден көрсетілген. Яғни біз кез келген төртбұрыштың ауырлық центрі арқылы өтетін осьтік инерция моменттерінің мәндерін есептеп отырмыз. Ары қарай. Енді тек қана осьтерді параллель көшірмейміз, сонымен қатар егерде біз осьтерді белгілі бір қима осімізді белгілі бір альфа бұрышына бұрған кезде қандай өзгеріс болады екен, соған тоқтайық. Сонымен қимамызды қарастырайық. Осы қимаға координат системасын бекітейік. X over Y. Элементар аудан бөліп алайық. Осы элементар ауданның координаталарын көрсетейін. X, Y. Және альфа бұрышына бұру арқылы жаңадан ось алайық. U осі, оған перпендикуляр осіміз V осі. X және Y осьтеріне қатысты осьтік инерция моменттеріміз белгілі болсын, центрінен тепкіш инерция моменттеріміз белгілі болсын. Бізге жаңадан табылған осьтер U және V осьтеріне қатысты осьтік инерция моменттерін және центрінен тепкіш инерция моменттерін анықтау керек болсын. Сонымен мына жерде координаталарын егерде көрсететін болсақ, U және V координаталары және қосымша мына жерде нүктелер пайда болып отыр. Себебі қарап отырсаңыз, мына жерде U координатасы мен V координатасын анықтау кішкене күрделі. Сондықтан бірнеше нүктелерді қосымша салу арқылы және осы шектелген кесінділерді синустар теоремасына синус-косинус теоремаларын пайдалана отырып, осы координаталарды, жаңа координаталар жазатын болсақ, мынандай өрнекпен анықталады екен. Яғни U координаты осы кесіндісі, оның өзі екі кесіндіден тұрады, әрқайсысы жеке-жеке тікбұрышты үшбұрыш арқылы анықталғаны. Келесі V координатасы V кесіндісінен, және ол да екі кесіндінің арақашықтықтың айырымынан тұрады екен. Енді әкеліп осы жерде инерция моменттерін анықтайық. U осіне қатысты инерция моментін анықтап, координатаның квадраттап, әрбір осы мүшелерді интегралы жеке-жеке қарастырып, оларды
жоғарыда айтылып кеткен, слайдта айтылып кеткен осьтік инерция моменттерімен алмастырсақ, мынандай өрнек алады екенбіз. Қарап отырсаңыз, осьтік инерция моменттері және центріне инерция моментімен ана альфа бұрышына тікелей тәуелді болып отыр. Сонымен қатар осы У, В осьтеріне тағы да екіншісін жазатын болсақ, бұл жерде сәл өзгеріс бар екенін көріп отырсыздар. Енді осы анықталған екі осьтік инерция моментінің оң жағын, сол жағын өзара қосып қарайық. Сол кезде келесі теңдікті алады екенбіз. Осы жерде мынандай тұжырым айта аламыз. Екі өзара перпендикуляр осьтерге қатысты осьтік инерция моменттерінің қосындысы альфа бұрышына тәуелсіз, бұрылған бұрышқа тәуелсіз, яғни қосындысы әр уақытта тұрақты болады екен. Және центрден тепкіш инерция моментін анықтайтын болсақ, мынандай екі жақша, осы екі жақшаны бір-біріне көбейту арқылы және тригонометриялық функциялардың келтіру формулаларын пайдалана отырып, шамдап оны мынандай түрге, соңғы формуласы мынандай түрге алып келдік. Енді мына жерде айтылып кеткен тұжырымға байланысты айтатын болсақ, бұл жерде екі санның қосындысы қай уақытта тұрақты болады? Егер де біріншісі көбейіп, екіншісі азайып отырса, немесе альфа бұрышының кез келген мәнінде оның бір осьтік инерция моменті өте үлкен максимум мәнге жетсе, екінші осьтік инерция моментіміз ол минимум мәнге деңгейінде болады екен. Яғни ол бізге мына бас осьтерді туралы анықтамаға алып келеді. Сонымен осьтік инерция моменттері экстремаль мәнге ие болатын, ал центрден тепкіш инерция моменті нөлге тең болатын осьтер бас осьтер деп аталады. Осы бас осьтер егер де қарастырып отырған қиманың ауырлық центр арқылы өтетін болса, онда ол бас орталық осьтер болып табылады. Сонымен қатар бас осьтерге қатысты алынған инерция моменттері бас инерция моменттері деп аталады. Енді осы бас осьтерді анықтау үшін жаңағы айтқан тұжырымға сүйене отырып, бір мәніміз максимум, екінші мәніміз минимум болады деп отырмыз. Яғни максимум, экстремум қай уақытта анықталады? Егер де біз функциямыздан туындалса, сонымен бұл жерде мына бірінші кез келген осьтік инерция моментін алуға болады. Яғни бірінші У осьіне қатысты осьтік инерция моментіден егер де альфа бұрышы бойынша туынды табатын болсақ, мынандай өрнекпен анықталады. Яғни экстрем болуш осы алынған туындымыз нөлге теңестіріп, осы жерден біз не табамыз? Яғни бұрышты анықтауға мүмкіндігіміз болады. Яғни бұл тангенс сек альфа бізге бас осьтердің орнын анықтауға болатын формула. Енді бас инерция моменттерін анықтау үшін, әрине жоғарыда алдыңғы слайдта айтып кеткен инерция моменттеріндегі косинус альфа, синус альфа, оларды біз тригонометриялық функциядағы өрнектерді пайдалана отырып формулаларды әрбір косинус альфа мен синус альфаны тангенс сек альфа арқылы өрнектеу арқылы одан жоғарыдағы формуланы пайдаланатын болсақ, яғни жалпы алғанда бас инерция осьтерін анықтаған кезде біз альфа бұрышынан арылуымыз керек. Сол арылу процесінде біз жаңадан бас инерция моменттерін анықтайтын формуланы көрсетіп отырмыз. Енді мына жерде индексі екі индекспен көрсетілген, және 2-1 санының алдына қарайтын болсаңыз, екі бірдей таңба тұр. Яғни бірінші индекспен біз оң таңбамен есептейміз, екінші индекспен теріс таңбамен есептеп, бас инерция моменттерін әрқайсысын жеке-жеке есептей алады екенбіз. Сонымен тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.